саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарына арналған музейі. Бұл жер қазақ халқы бастан өткерген ауыр тарихтың куәсі. Музейге кіргенде 3 зал бар. Қазір әр залға қысқаша тоқталып өтемін. Бірінші залда қуғын-сүргін құрбандарына қатысты деректер мен жәдігерлер қойылған. Мұнда қазба жұмыстар кезінде табылған заттар бар. Ату оқтарының қалдықтары, киім бөліктері, тұрмыстық бұйымдар. Бұл заттардың әрқайсысы жазықсыз атылған адамдардың соңғы ізі, олардың үнсіз тарихы. Сондай-ақ бұл жерде халық жауларының әйелдері мен олардың балаларының тағдыры көрсетілген. Әйелдері де қудаланып азап шеккен, ал балаларын тартып алып жетім қалдырған. Бұл сол заманның ең ауыр қасіреттерінің бірі. Арнайы тақта арқылы әрбір адамның есімі мен тағдырын көруге болады. Бұл өткенге бір сәт үңіліп, сол адамдардың өмір жолын сезінуге болады. Екінші залға өткенде қабырғаларда тек қазақ зиялыларының есімдері ғана емес, одан бөлек 4125 адамның аты жазылған тақта орнатылғанын көреміз. Сол кезеңде жазықсыз атылған ұлт адамдардың есімдері бұл жерде мәңгі сақталған. Ал үшінші зал тарихи әділеттілікті қалпына келтіруге арналған. Мұнда 1989 жылы құрылған әділет тарихи ағарту қоғамы туралы мәліметтер берілген. Бұл ұйым қуғын-сүргін құрбандарын ақтау және тарихи шындықты қалпына келтіру жұмыстарымен айналысады. Музейде осы бағыттағы құжаттар мен материалдар сақталған. Әрбір есімнің артында бір тағдыр, бір өмір жатқанын түсіндім. Бүгін біз еркін сөйлеп, ана тілімізде білім алып жүрген болсақ, бұл осы жерде жатқан ата-бабаларымыздың арқасы. Олар өз өмірлерін құрбан етіп, бізге болашақ сыйлады. Бұл музей жай ғана орын емес, бұл үлкен өмірлік сабақ. Біз өткенді ұмытпауымыз керек. Себебі тарихты есте сақтау, оны қайталамаудың жалғыз жолы. Назарларыңызға рахмет.